Егер сен кеште ұйықтап қалсаң, және оянғанда бүкіл қаланың өліп қалғанын білсең, не істер едің? Жұқтырғандардың арасында аман қалу бір нәрсе, жалғыздықтан аман қалу мүлде басқа нәрсе. Оқиға Парижде басталады. Онда Сэм бұрынғы сүйіктісі Фаннидің пәтеріне барады. Ол толып жатқан, бейберекет кеш өткізіп жатыр. Бірақ Сэм ол жерге ажырасқаннан кейін қалдырған ескі таспалардың қорабын алу үшін ғана келеді. Фанни одан күтуін сұрайды. Өйткені ол қонақтармен сөйлесумен айналысады. Бейтаныс адамдар мен қатты музыканың қоршауында Сэм өзін мүлдем ыңғайсыз сезінеді. Біраз күткеннен кейін ол Фанниге не үшін келгенін еске салады. Ақырында ол оны кішкентай, тыныш кеңсеге апарып, қорабын сол жерге қойып, кейінірек сөйлесетіндерін айтады. Сэм ұрыспайды. Ол жай ғана есікті артына жауып, жазбаларын қарай бастайды. Кенет мұрнынан қан кете бастады. Ол бірнеше майлықты алып, біраз демалу үшін отырады да, байқамай ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең Сэм бұл тағы бір қарапайым күн деп ойлап оянады. Ол қорабын алып, кеңсенің есігін ашады. Сыртқа шыққан бойда орнында қатып қалады. Пәтер енді бірнеше сағат бұрын адамдар күлген жерге ұқсамайды. Қабырғалары қанға боялған, сынған жиһаздар әр жерге шашылып жатыр. Және бірде-бір адам аяғына тұрмайды. Абдырап, шошып кеткен Сэм қару ретінде пайдалану үшін ауыр шыны зергерлік бұйымдарды абайлап тартып алады. Сэм пәтерді ақырын аралап жүр. Содан кейін ол терезеге қараса, оның бүкіл әлемі өзгереді. Париж көшелері енді адамдар сияқты әрекет етпейтін адамдарға толы. Олар агрессивті әрекет етіп, әлі тірі кез келген адамға шабуыл жасайды. Бір отбасы көлігімен қашып кетуге тырысады. Бірақ мүйіз дыбысы бірнеше секунд ішінде ондаған жұқтырған адамды тартады. Көлікті жұқтырғандардың құтырған тобы жұтып қойды. Сэм тез терезеден алыстап бара жатыр. Енді ол мұның тек үйінің ішінде болып жатқан жоқ екенін түсінді. Бұл ақылсыздық қандай болса да, ол бүкіл қаланы шарпыды. Оның қанша уақыт ұйықтағанын және біреу көмекке келе ме, жоқ па, соны білмей, пәтерге қамалып, кеш қонақтары қалдырған нәрселерді ақтара бастайды. Ол бірнеше телефонды тексереді, бірақ тек қабылданбаған қоңырауларды, үмітсіз дауыстық хабарларды және қорқынышты отбасылардың SMS хабарламаларын табады. Кейінірек, дәлізде тыныштық орнаған кезде, Сэм абайлап шатырға көтеріледі. Ол өмірдің кез келген белгілерін іздейді. Тікұшақтар, құтқару топтары және сіз оны атайсыз. Мұнда мүлдем қаңырап, бос қалған шексіз қаладан басқа ештеңе жоқ. Сэм қорқынышты шындықты алғаш рет түсініп отыр. Оны құтқаруға ешкім келмейді. Сэм шешім қабылдайды. Ол бірінші кезекте әр бөлмені тазалайды. Тазалау кезінде кенеттен оның астындағы пәтерден бір түрлі дыбыс естіледі. Ол әрекет ете алмай тұрып, шапалағы естілді. Ғимаратта бір оқтың жаңғырығы естіледі. Сэм сол жерде тағы бір тірі қалған адамның бар жоғын, немесе одан да жаманы бар жоғын білмей, бірден еденге құлады. Ол еденнің зақымдалған жерін ақырын тексеріп жатыр. Төмендегі көрініс барлық сұрақтарға жауап береді. Мылтық өлген адамның қасында жатыр. Жақын жерде, көрпенің астында тағы бір мәйіт жатыр. Өзін қорғау үшін Сэм зақымдалған еденді жауып тастайды. Содан кейін үнсіз өлген адамның мылтығын алып, кетер алдында денесін жауып тастайды. Бізде қайғыруға уақыт жоқ. Өйткені бұл жаңа әлемде сол жерде өткізген әрбір минут өлудің тағы бір мүмкіндігі. Пәтеріне оралғанда Сэм азық-түлік пен басқа да керек жарақтарды жинайды. Оған бұрын ешқашан қару керек емес еді. Бірақ қазір өлтірілген адамның мылтығы оған сенімділік береді. Содан кейін Сэм бүкіл ғимаратты қауіпсіздендіруге шешім қабылдайды. Ол сыртта жүрген жұқтырған адамдардың кіреберістен алыстауын күтеді. Содан кейін мүмкіндігінше тыныш болуға тырысып, ол өтіп бара жатқан барлық пәтерлердің есіктерін құлыптап, баспалдақпен баяу төмен түседі. Оның мақсаты қарапайым. Егер жұқтырған адам іште қалып қойса, ол сол жерде қалуы керек. Күзет бөлмесіне жеткенде, ол әр пәтердің кілттерінің толық жинағын табады. Жұқтырған адам кенеттен өзін терезеге лақтырады. Бірақ әйнек шыдай алады. Сэм жоғарыға көтерілмес бұрын консервілер мен басқа да пайдалы заттарды тауып алады. Әр пәтерді тексеру керек. Тіпті бір жұқтырған адамның болмауы оның өмірін қиюы мүмкін. Терең дем алғаннан кейін Сэм бірінші пәтерді ашады. Дәл осы секундта есік ашылады. Оған бірнеше жұқтырған адам бірден асығады. Бұл бүкіл отбасы. Тар дәліз әп-сәтте хаосқа айналады. Төбелесуге орын жоқтың қасы, ал Сэм есікті бар күшімен тарс еткізбей тұрып, оларды әрең артқа итеріп жіберді. Ол тез арада есікке үлкен крест салады. Бұл қауіпті пәтер. Оны енді ешқашан ашпа. Қалған пәтерлер әлде қайда тыныш. Олардың көпшілігі мүлдем бос. Сэм барлық қажетті заттарды жинап, әр бөлмені мұқият тексереді. Гек консервілерді, бөтелкедегі суды, дәрі-дәрмектерді және құралдарды тапсырады. Бірақ ол күтпеген қазыналарды да табады. Пейнтбол мылтығы, мір ойнатқышы, ескі кассеталар және тіпті барабан жинағы. Басқа біреу үшін бұл нәрселер пайдасыз болып көрінуі мүмкін, бірақ музыканы жақсы көретін Сэм үшін
Бұл оның бұрынғы адамымен байланыста болу тәсілі. Барлық дерлік пәтерлерді тексергеннен кейін Сэм лифтке қарай бет алады. Жұқтырған адам лифттің ішінде қалып қойды. Сэм ешқашан шыға алмайтынына көз жеткізу үшін есіктерді қауіпсіздік белдігімен құлыптайды. Кеш батқанда Сэм пәтеріне қайтады. Ауру басталғаннан бері алғаш рет ол дұрыс тамақтану үшін үстелге отырады және өзінің ескі кассеталық жазбаларының бірін ойнайды. Таныс дауыстар мен музыка пәтерге қысқа уақыт ішінде өмір сезімін қайтарады. Сэм тамақ әзірлейді, ғимаратты тексереді, терезеден жұқтырғандарды бақылайды және бос уақытын есінен танып қалмас үшін музыка жазумен немесе пейнтбол доптарын атумен өткізеді. Бір күні түстен кейін ғимаратқа қорқынышты иіс тарай бастайды. Сэм оның артынан денелер ыдырай бастаған төменгі қабаттағы пәтерге қайтады. Ол оларды бұл күйде қалдыра алмайтынын біледі. Сабырлы құрметпен оларды ұйықтайтын қаптарына салады. Ол оларды төсекке ақырын жатқызып, үнсіз қоштасып, иіс таралмау үшін бөлмені таспамен жауып тастайды. Тіпті мүлде ыдырап кеткен дүниеде де Сэм адам болу дегеннің не екенін ұмытудан бас тартады. Ақыры сол түні шаршау оны басып озды. Ол қорқыныштан ояну үшін ғана ұйықтап қалады. Ондаған жұқтырған адам кенеттен оның пәтеріне кіріп, оны ұстап алады. Олар оны жыртып тастаған кезде ол айқайлайды. Содан кейін оның көздері кенет ашылады. Бұл жай ғана арман болды. Бірақ қорқыныш толығымен шынайы болып көрінеді. Өйткені Сэм бұл пәтерде болуы мүмкін ең жаман нәрсе енді сырттағы зомби емес екенін терең біледі. Бұл жалғыздық оның санасында баяу өсіп келеді. Күндер баяу апталарға, содан кейін айларға айналады. Сыртта ештеңе өзгермейді. Құтқару тікұшақтары жоқ, радиохабарлар жоқ. Тек үнсіздік. Оның санасының ыдырап кетуіне жол бермеу үшін Сэм музыка тыңдап отырып, бос дәліздерді аралай бастайды. Бір жүгіру кезінде ол лифт алдына тоқтады. Лифт ішінде жұқтырғандар әлі де сол жерде, есіктердің сыртында құлыптаулы. Көптеген адамдар оған қараудан аулақ болар еді. Бірақ Сэм ұзақ уақыт бойы ешкіммен сөйлеспегені сонша, тіпті бұл тіршілік иесі де таныс болып көріне бастады. Бір күні ол қолын шыныға қарай созды. Жұқтырған адам жай ғана оған қарап тұр. Сэм сәл жымиып, саған есім керек шығар, дейді. Осы сәттен бастап ол жұқтырған адамды Альфред деп атайды. Альфредпен сөйлескенде қандай да бір себептермен ғимарат бос емес болып көрінеді. Көп ұзамай Парижге жаңбыр жауды. Сэм шатырға жүгіріп шығып, су жинайды. Ол жаңбырдың астында таба алатын барлық шелектер мен контейнерлерді қояды. Кейінірек ол жиналған жаңбыр суымен бетін жуып, қайтадан өзін қалыпты сезінеді. Кейде ол тіпті Альфредтің лифтінің жанында отырып, темекі шегіп, отбасы туралы, олардың тірі немесе жоқ екенін білмейтінін айтады. Альфред әрине ешқашан жауап бермейді. Бір күні түстен кейін көшелерді қарап отырып, Сэм мысықты байқады. Бұл оның соңғы айларда көрген алғашқы тірі жаратылысы. Екі рет ойланбастан Сэм бір банка балықты алып, баспалдақпен төмен қарай жүгірді. Ол абайлап ғимараттың алдыңғы есігін ашып, тізе бүгіп, қорқып кеткен жануарды ақырын шақырды. Бірнеше секундқа үміт артқан мысық шынымен оған қарай беттеді. Содан кейін жақын жерде қатты металл ұнтақтау шу естілді. Шошып кеткен мысық әп-сәтте қашып кетті. Сэм жақын маңдағы көлікке сүңгіп, арғы бетке шығып, ішке әрең кірді. Өйткені оны тағы бірнеше жұқтырған адам қуып жіберді. Ентігіп, Сэм оның қолына қан тамшылап тұрғанын байқамайынша өзін қауіпсіз деп санайды. Төмен қараса, аяғының терең сызатын жері бар. Ол бұған жұқтырған біреу себеп болды ма, әлде қараусыз қалған көліктердің үстінен өтіп бара жатқанда өзін кесіп алды ма, ол туралы ештеңе білмейді. Сэм жараны дереу дезинфекциялап, оны мықтап таңып тастайды. Сол кезде оның басына бір қорқынышты ой келеді. Егер ол әлдеқашан жұқтырған болса ше, өз денесіне сене алмаған Сэм мылтықты тиіп, айнаның алдына отырады да тұмсығын иегіне қояды. Ол өзіне уәде береді. Егер ол бұрыла бастаса, ол оны аяқтайды. Ол бірнеше сағат күтеді. Шаршау бірте-бірте күшейіп, көздері жұмылады. Кенет оның қолынан мылтық сырғып шығып, оқ жаудырды. Қатты дыбыс оны оятып жіберді. Оқ оның жанынан өте шықты. Сағаттар өтіп жатыр, бірақ ештеңе өзгермейді. Сэмде ешқандай белгілер байқалмайды және қазіргі уақытта жараның жұқпағанын түсінеді. Ол бірнеше күнде алғаш рет тыныс алуына мүмкіндік берді. Бір күні түстен кейін төбесінде өсіп тұрған кішкентай өсімдіктерге күтім жасап жатқанда, ол гүрілдеген дыбысты естіді. Бұл дыбыс мүлдем басқаша, желмен немесе жұқтырғандармен бірдей емес. Қызығып, көшенің қарама-қарсы жағындағы ғимаратқа қарайды. Бір секундтың бір бөлігінде ол терезенің сыртында келе жатқан біреуді көргендей болады. Бірақ фигура жоғалып кетеді. Ол шынымен біреуді көрді ме?
әлде бірнеше ай бойы оқшаулану оны алдай бастады ма деп ойлай бастайды. Қыс мезгілі жақындаған сайын пәтер суып кетеді. Тоңып қалмас үшін Сэм өз бөлмесінде матрацтар мен көрпелерден шағын баспана салып жатыр. Оның азық-түлік қоры да азайып барады. Тезірек, ол ерте ме, кеш пе кетуге мәжбүр болады. Бір күні ол бос рюкзакты алып, қаланы тінтуге дайын тұрған есікке қарай бет алады. Оның қолы тұтқаға жетеді, бірақ кейін тоқтайды. Ол жұқтырған адамдарға толы көшелерді елестетіп, үнсіз кетіп қалады. Ол әлі дайын емес. Жалғыздық күшейе түсуде. Бір түнде ол өз ойын өшіргісі келіп, барабан жинағына отырады да ойнай бастайды. Ол алдымен барабандарды ақырын түртеді. Содан кейін қаттырақ, содан кейін одан да қаттырақ. Пәтер бірнеше айдан кейін алғаш рет музыкаға толы болды. Менің ойымша, өмір қайта орала жаздады. Дыбыс төмендегі көшелерге жеткенше, бірнеше минут ішінде ондаған жұқтырған адамдар оның терезелерінің астына жиналып, шуылға тартыла бастайды. Сэм азапты сабақты түсініп, бірден тоқтайды. Тіпті музыка да қауіпті болды. Сол күні кешке Сэм кенеттен біреудің люк арқылы кіруге тырысып жатқанын естиді. Жұқтырған адам ақыры ішке кірудің жолын тапты деп ойлап, үрейленіп, оның кім екенін тексермей мылтықты атып тастайды. Бөлмеде адамның қатты айқайы естіледі. Оның бұл әрекетінен шошып кеткен Сэм оған қарай жүгіреді. Ол оқтан ауыр жараланған жас әйелді тауып алады. Ол қатты қансырап жатыр, бірақ әлі де тыныс алуда. Сэм оны тез ішке кіргізіп, төсекке жатқызып, оқты алып, жараны таңу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Оның жабдықтарын тазалап жатқанда, оның рюкзактарында өрмелеу арқан, берік ілмек және аман қалу құралдары бар екенін байқайды. Оның мұнда кездейсоқ келмегені анық. Біраз уақыттан кейін әйел көзін ақырын ашады. Ол өзін Сара деп таныстырады. Сара өзінің аман қалғанын алпинистік құрал жабдықтармен шатырларда жүріп, көшелерден мүлдем аулақ жүргенін түсіндіреді. Сара сауығып келе жатқанда, ол Сэмнің жалғыз өмірінің бір бөлігіне айналады және бірнеше айда алғаш рет оның сөйлесетін адамы бар. Көп ұзамай Сэм қайтадан музыкамен айналыса бастайды. Және бұл жолы онымен бірге тыңдап, күлетін біреу бар. Бірақ олардың тамағы өте аз. Сэм үлкен тәуекелге бел буады. Ол жұқтырған отбасы орналасқан креспен белгіленген пәтерге барады. Абайлаңыз, ол есіктен кішкене тесік жасап, пәтер қауіпсіз болғанша, оларды бір-бірлеп азғырып, залалсыздандырады. Ол оларға қажет нәрсені дәл табады. Ол консервілер мен басқа да керек жарақтарды көбірек жинайды. Өзінің жетістігін мақтан тұтып, Сэм жоғарыға қайтады. Бірақ ол пәтеріне кіргенде Сара кетіп қалды. Ол шатырға жүгіріп шығып, оның шатырдың шетінде тұрғанын көреді. Оның өрмелеу ілмегін көшенің қарама-қарсы жағындағы ғимаратқа бекітіп қойған. Ол есінен танып қалғанша қашып кету керек деп талап етіп кеткісі келеді. Сэм қалғысы келеді. Өйткені ол сыртқы әлемге қауіп төндіруден қорқады. Оның сөздері Сэмді қатты ренжітті. Өйткені ол оның дұрыс екенін біледі. Бірақ қауіпсіз баспанасынан кету оны қорқытады. Дау бітті. Ал Сара үйге қайтады. Сэм кешірім сұрау үшін оның артынан жатын бөлмеге барады. Бірақ ол бөлмеге кірген бойда кенеттен бәрі дұрыс емес болып көрінеді. Бөлме тыныш, тым тыныш. Ол ақырындап төсекке қарайды. Және осы бір ауыр сәтте шындық оған жетеді. Ол құтқарған әйел ешқашан қалпына келмеді. Осы уақыт ішінде оның денесі төсекте жатты. Олардың әрбір әңгімесі, әрбір күлкісі және бірге өткізген әрбір сәті Сэмнің санасында ғана болды. Толық оқшаулану айлары оның шындықты қабылдауын түбегейлі бұзды. Жүрегі ауырған Сэм денесін тыныш шауып, оның есінен танып қалуына жол бермейтін соңғы иллюзиямен қоштасады. Өз ойын жинауға тырысып, Сэм Сараның рюкзагын қайта ашып, оның сандық камерасын байқайды. Ол оны қосып, фотосуреттерді қарай бастайды. Олардың арасынан көшенің қарама-қарсы жағындағы өз үйінің төбесінен түсірілген суретті тауып алады. Бұл фотосуреттер Сараның шынайы өмір сүргенін және оның психикасының қаншалықты нашарлағанын түсінгеннен кейін үйіне жетуге тырысқанға дейін көрші шатырда аман қалғанын растайды. Сэм енді бұл жерде қала алмайтынын түсінеді. Егер ол осы ғимаратта қалса, ол ақыры өзін жоғалтады. Ол азапты шешім қабылдайды. Кететін уақыт келді. Қашуға дайындалмас бұрын Сэм өзінің барлық ескі таспаларын жинап алды. Бірнеше ай бойы олар оның өткенмен байланысы болды. Бірақ қазір олар оны тек естеліктердің тұтқынында ұстайды. Ол оларды отқа тастаудан тартынбайды. Өйткені оның бұрынғы өмірінің жылдары жалынға оранған. Ол Сараның өрмелеу арқаны мен ілгегін алып, рюкзактарын керек жарақтармен толтырып, лифтке соңғы рет келеді. Ол есіктерді жабық ұстайтын белдікті шешіп алады. Альфред шабуыл жасамайды. Ол тыныш көрші пәтерге кіреді. Ал Сэм оның артындағы есікті құлыптайды. Ол олардың оғаш достығына бір ауыз сөз айтпай ақ нүкте қояды. Дәл осы кезде жанып жатқан кассеталардан шыққан түтін ғимараттың өрт дабылын іске қосады. Сиренаның саңырау дауысы барлық қабаттарда жаңғырады. Сэмнің жүзі әп-сәтте өзгереді. Оны жұқтырғандар да еститінін біледі. Көп
Ұзамай жұқтырғандар ғимаратқа басып кіріп, Семді шатырға қашуға мәжбүр етті. Кейбіреулердің жақындағаны сонша, оның төбелесуден басқа амалы қалмайды. Ол жолды тазарту үшін мылтығын пайдаланады. Бірақ олардың саны тым көп. Өзін құтқарғысы келген Сем лифт шахтасына көтеріліп, жоғарғы қабатқа көтеріледі. Ол төменнен созылған қолдарынан әрең құтылды. Ол жоғарғы қабаттағы пәтерге кіріп кетеді. Бірақ бір жұқтырған адам оның артынан көтеріліп үлгереді. Сем жақын маңдағы пердені алып, оны тіршілік иесінің басына лақтырып, диванды итеріп жібереді. Ол есікті жауып тастайды. Өрттен шыққан түтін қазір ғимаратты толтырып жатыр. Сондықтан тыныс алу қиынға соғады. Түтінге оранған Сем ақыры шатырға жетеді. Бір секундты босқа өткізбей, Сем Сараның алпинистік ілмегін көрші ғимаратқа лақтырып жібереді. Ілмек ілініп қалды. Бір сұмдық сәт, ол қарама-қарсы ғимаратқа соғылмай тұрып, бос көшенің үстінде ілулі тұрды. Арқанды әрең ұстап, өзін төбеге сүйреп апарады. Бұл ең болмағанда әзірге қауіпсіз. Төбесінен Сем алыстан басқа тірі қалғандардың болуы мүмкін екенін естиді. Сем ғимараттан қашып кетті. Бірақ жалғыздықтан құтылу мүмкін болатын ең қиын шайқас болуы мүмкін. Осы үнсіз шатырлардың арғы жағында әлі де үміт күтіп тұрған шығар. Өйткені кейде қорқыныштан күшті жалғыз нәрсе үміт. Осымен тағы бір оқиға аяқталады. Бірақ келесі оқиға одан да ақылсыз болады. Қарағаныңызға рахмет. Келесі бөлімде кездескенше.